Салем достар, бүгін мен сіздермен осындай жұмсақ және өте дәмді, әдемі болып шығатын күлше нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге көп зат керегі жоқ. Сұйық май және де сүтімізді және суымызды, қант, тұз және құрғақ дрожжімізді салып, оны жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болмауы керек, себебі қамыр ашқан кезде формасын ұстай алмай қалуы мүмкін. Қамырды бірден қоспаңыздар, аз-аздан қосып, осылай араластырып, осындай жұмсақ қамыр илейміз. Ең соңында болғасын сұйық маймен жан-жағын жинап, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз, көтерілгенше. Жылы жерге қойып қоямыз. Міне менде 2 сағат өтті. Қамырым осылай ашыды. Енді бұны тағы да бір қайырып, тағы да 20 минутқа жылы жерге қойып қоямын. Сол кезде нандарыңыз өте әдемі болып, үлпілдеп болып, әдемі томпақ болып піседі. Міне қамырым дайын болды менің. Енді осы қамырымды 150 грамнан таразымен өлшеп алып, домалақ жасап, осылай 1 келі домалақ жасап алып, печкамызға жібереміз. Домалақ жасап алдым. Менің листіме 5 үштік кетеді. Енді бұны мен тағы да 10 минутқа тындырып қоямын. 10 минут өткесін осылай 2 саусағыммен жан-жағын керіп нан жасаймын. Ортасын шаншқымен кесіп шығамын, себебі ортасы көтеріліп кетпес үшін. Үстіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған печкамызге 250 градуста 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Үстіне күнжіт септім, әдемі болу үшін. Міне нандарым дайын, өте әдемі және жұмсақ, нәзік, үлпілдек нандар шықты. Астарыңыз дәмді болсын, сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер.